Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін самса дрожжевого теста жасайтын боламыз. Оған керек заттар: бір жұмыртқа, ерітілген сары май, қант, ашытқы, тұз, жылы сүт және де ұн қажет болады. Ең алдымен жасамас бұрын осындай көлемді ыдыс аламыз. Осы көлемді ыдысқа жылы сүтімізді, ашытқыны, қантты салып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ерітілген сары май мен жұмыртқаны қосып, осылай араластырып аламыз. Содан кейін ұнды алып, оған кішкене тұз себелеп, бір шай қасық тұзды себелеп, осылай араластырып аламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болуы қажет, сондықтан ұнды аз-аздан қосып, осылай жақсылап илеп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды біз жылы жерге үстін салафанмен жауып, 1 сағатқа қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды әрбір бөліктерге бөлеміз, және бөліктерге бөліп, начинкамызды қосатын боламыз. Начинка ретінде, яғни фаршты және картошканы қосып, жақсылап араластырып, осы қамыр дайын болғанша дейін дайындап қойдым. Және де видеода көрсетілгендей, осындай формада үшбұрышты ретінде осындай самсалар жасайтын боламыз. Жасалып болған самсалардың үстіне жылток алып жағатын боламыз, және өз қалаларыңыз бойынша кунжут сепсеңіздер болады. Мен кунжут септім. Және де осыны қызып тұрған пешке 180 градусқа 40-45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Және де осындай өте жұмсақ, өте дәмді самсалар дайын болды. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Өте оңай және тез жасалады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және өте дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.